Мен не үшін науқастарға бүкіл отбасы оқысын, бүкіл отбасымен келіп менің лекциямды тыңдасын, бір ауыр науқасты емдеу үшін бүкіл отбасы кірісу керек деп айтамын. Өйткені адамды емдеу барысында жай жүргеннің өзінде біз тірі жүру үшін бізге көп қуат талап етеміз. Қуат бізді тұрақты қамтамасыз еттіру керек. Біздің ағзамыздың функциялық қызметі толық жұмыс жасап тұру үшін, дұрыс па? Енді мен ауырып қалдым, бүкіл ағзаның функциялық қызметі бүлінді, уже мен науқаспын. Енді оны толыққанды адам организм өзін-өзі емдейді ғой. Соған толыққанды өзін-өзі емдеп шығу үшін біздің сау жүрген кезімізден де көп қуат талап етеді. Түсінесіздер ма? Сондықтан науқастың қасында жақындар келіп мына сабақты тыңдап, 80% өз қолдарында екен терең түсініп, соны 100% айықтыруға үлкен ықылас, махаббат, еңбек керек. Сол үшін бір өте ауыр науқас ауырды ма, міндетті түрде отбасы келіп оқып толық. Отбасы соны күтімге алып, бүйтіп мәпелеп, үпілеп тұрып, 80% қуатты жинап тұрып емдеп шығу керек. Құр массаждан айықпайды. Массаж просто блокты ашып қане, ананы кішкене көмектеседі. 20% қане. 80% қуат сау кезіңнен де қажет ететін қуаттан да көп қуат талап етеді.